Майраның өмірі сырт көзге мінсіз, тіпті қол жетпес армандай көрінетін. Ол Алматының ең беделді ауданындағы зәулім үйде еш нәрседен тарықпай өмір сүрді. Оның күйеуі ірі кәсіпкер Асқар Майраны бағалы сыйлықтар мен гауһар тастарға көміп тастаған еді. Алайда бұл жылтыр дүниенің астында Майраның жаны жалғыздықтан қатты жүдеп жүрді. Сән-салтанат пен суық қабырғалар. Майраның әр таңы қымбат кофе мен сәнді киімдерді таңдаудан басталатын. Ол қаланың ең танымал кештерінің көркеді. Бірақ ол үйге оралғанда оны тек үлкен үйдің суық қабырғалары мен үнсіздік күтіп тұратын. Күйеуі Асқар жұмысбастылықтан үйіне тек қонуға ғана келетін. Олардың арасындағы жылулық ертеде ақ жоғалып, орнына тек бизнес серіктестікке ұқсайтын құрғақ қарым-қатынас орнаған еді. Асқар үшін мен оның мәртебесін айқындайтын кезекті бір қымбат аксессуар ғанамын деген ой Майраны күн сайын мазалайтын. Майра өзін әйел ретінде, тұлға ретінде керексіз сезіне бастады. Ол күйеуімен сырласқысы, ішіндегі мұңын тарқатқысы келетін. Бірақ Асқардың ойы тек жаңа келісім шарттар мен миллиондаған табыста болатын. Осы бостықты толтыру үшін Майра түрлі қайырымдылық кештері мен өнер көрмелерін жиі аралайтын болды. Күтпеген кездесу. Кезекті бір сурет көрмесінде Майраның көзі ерекше туындыға түсті. Онда жалғыз қалған, бірақ еркіндікті аңсаған құс бейнеленген еді. Майра осы суреттен өзін көргендей болды. Дәл осы сәтте оның жанына сол туындының авторы, жас, арманшыл әрі сезімтал суретші Әли жақындап келді. Әлидің алғашқы сөзі-ақ Майраның жүрегінің ең терең қылдарын тербеп жіберді. Ол Майраның киіміне емес, оның мұңды көздеріне қарап сөйледі. Бұл Майраның көптен бері аңсаған көре білу қасиеті. Осылайша Майраның өміріндегі ең үлкен күнә мен бақытсыздықтың бастауы болған жалған бақыттың шыңы шайқала бастады. Майра мен Әлидің таныстығы кездейсоқ кездесуден бірте-бірте жиілей түскен кездесулерге ұласты. Әли оған күйеуі Асқар бере алмаған назар мен рухани жылулықты сыйлады. Ол Майраны қымбат мейрамханаларға емес, ескі қаланың тар көшелеріне, суретшілердің шаң басқан шеберханаларына ертіп апарып, әлемнің мүлдем басқа қырын көрсетті. Алғашында Майра өзін бұл жай ғана өнерге деген ортақ қызығушылық деп сендіруге тырысты. Алайда Әлидің әрбір қарасы, оның Майраның мұңын сөзсіз түсінуі әйелдің жүрегіндегі сезімді оятты. Ол өз үйіндегі суық сән-салтанаттан қашып, Әлидің кішкентай, бірақ мейірімге толы әлеміне асығатын болды. Бір күні кешкісін, Әлидің шеберханасында, жаңбырдың дыбысы астында Майра ішіндегі барлық өкпе ренішін сыртқа шығарды. Әли оның көз жасын сүртіп, жанына жақындағанда, Майраның санасындағы барлық шектеулер мен отбасы киесі деген ұғымдар тұманданып кетті. Ол өз өмірінің адал жары мен аналық атының табалдырығынан аттап, тыйым салынған сезімге бой алдырды. Сол түннен кейін Майраның өмірі екіге бөлінді. Үйіне оралғанда ол Асқардың көзіне қараудан қорықты, әрбір есіктің сықыры оған «сен күнәһарсың» деп сыбырлағандай көрінетін. Бірақ Әлиге барғанда ол бәрін ұмытып, өзін еркін сезінетін. Майра отпен ойнап жүргенін сезсе де, бұл тұңғиықтан шығуға оның ерік-жігері жетпеді. Ол жалған бақыттың шыңынан құлауға бір-ақ қадам қалғанын әлі сезбеген еді. Майраның екі жақты өмірі ұзаққа созылмады. Ол Әлимен өткізген әрбір сәтін жанына азық еткенімен, іштей үрей құрсауында жүретін. Күнә мен қорқыныш оның жанын екіге айырып, әрбір телефон қоңырауы мен есіктің қағылуы оның зәресін алатын болды. Бір күні кешкісін Асқар жұмыстан ерте оралды. Оның жүзінде бұрын-соңды болмаған суықтық пен қаталдық бар еді. Майра ас үйде шай дайындап жатқанда, Асқар оның алдына Майра мен Әлидің бірге түскен суреттері мен хаттарын лақтырып тастады. Бұл не, Майра? Осы ма сенің маған деген адалдығың? Асқардың дауысы бүкіл үйді жаңғырықтырып жіберді. Майраның тізесі дірілдеп, тілі күрмеліп қалды. Ол ақталуға тырысты, бірақ дәлелдер тым бұлтартпас еді. Асқар оның сөзін тыңдағысы да келмеді. Оның мақтанышы мен намысы тапталған болатын. Дәл қазір мына үйден табаныңды жалтырат. Саған бұл үйде ешқандай орын жоқ. Балалар бұл жиіркенішті сіңді ешқашан білмейтін болады, мен оларды сенен қорғаймын, деді Асқар кесіп айтып. Майра жалбарынып балаларын көруді сұрады,
бірақ Асқар оны итеріп жіберіп, есікті ішінен құлыптап алды. Майра қолына тек кішкентай сөмкесін ғана алып, түн ішінде жаяу көшеде қалды. Ол кеше ғана бәріне бұйрық беріп отырған ханым болса, бүгін бір сәтте ешкімі жоқ қаңғыбасқа айналды. Ол жылап отырып Әлиге қоңырау шалды. Әли, бәрі ашылды. Ол мені үйден қуып шықты. Маған сенің көмегің керек деді ол өксіп отырып. Бірақ телефонның арғы жағындағы үнсіздік Майраның жүрегін мұздатып жіберді. Әлидің жауабы ол күткендей болмады. Майра түн ішінде жауынның астында қалтырап, Әлидің шеберханасына жетті. Оның соңғы үміті сүйіптім деп сенген адамы еді. Бірақ табалдырықтан аттағанда оны жылы құшақ емес, суық жанар қарсы алды. Әли оның жағдайын естігенде жүзінде қорқыныш пайда болды. Ол Майраның басына түскен таудай ауыртпалықты бөлісуге дайын емес еді. Майра, мен мұндай жағдай болады деп ойламадым. Мен жай ғана еркін суретшімін, менің саған көмектесетін не жағдайым, не баспанам жоқ деді ол шегіншектеп. Майра оның көздерінен сатқындықты көрді. Әлиге Майраның өзі емес, оның сұлулығы мен жұрт қызығатын қол жетпес ханым деген мәртебесі ғана керек болғанын енді түсінді. Демек, сен үшін бәрі жай ғана ойын болғаны ма? Майраның дауысы дірілдеп шықты. Кешір, Майра, бірақ сенің проблемаларың менің тыныш өмірімді құртады деп Әли есікті көрсетті. Майра көшеге қайта шыққанда бүкіл әлем оған теріс айналғандай сезінді. Қалтасындағы тиын тебені мен үстіндегі жұқа киімінен басқа ештеңесі қалмады. Ол бір түнде бәрінен, отбасынан, балаларынан, үйінен және абыройынан айырылды. Ол қаланың шулы көшелерімен мақсатсыз келе жатып, өзінің жасаған ісінің қаншалықты ауыр екенін алғаш рет сезінді. Күнәнің салмағы иығын басып, оны жерге бүктіріп бара жатты. Енді оны алда қараңғы түндегі қаңғыбас өмірі күтіп тұрған еді. Ол өзінің кешегі сәнді өмірінің келмеске кеткенін, ал алда тек өкініш пен суық түн ғана бар екенін түсініп, көше қиылысында еңкілдеп жылап жіберді. Майраның өміріндегі ең қорқынышты кезең басталды. Кеше ғана жұмсақ төсекте, хош иісті шамдардың арасында ұйықтайтын әйел енді қараңғы подъездер мен вокзал маңындағы суық орындықтарда паналайтын болды. Оның үстіндегі қымбат пальтосы кірлеп, жүзінен нұр қашты. Ол таныстарына жолығудан, олардың аянышты немесе келемеждеген көзқарастарынан қорықты. Аштық қысқанда ол өмірінде бірінші рет нан сатып алуға ақша сұрауға мәжбүр болды. Әрбір созылған қол оның ішіндегі тәкаппарлықты өлтіріп, орнына жан төзгісіз ұятты ұялатты. Мен бұл күйге қалай түстім? Бір сәттік сезім менің бүкіл өмірімді күлге айналдырғаны ма? Деген сұрақ оның санасын тоқтаусыз қажат. Түнде суықтан қалтырап жатып, ол тек балаларының иісін сағынды. Олардың анашым деген дауысы құлағында жаңғырып тұрды. Ол өз үйінің маңына барып терезелерден сығалап, балаларын бір көруге тырысты. Бірақ Асқардың күзетшілері оны танып қойып, қайыршы әйел ретінде қуып жібергенде Майраның жаны езіліп кетті. Ол өз балалары үшін енді тірі өлік іспеттеді. Бір аптадан соң Майраның күші де, төзімі де таусылды. Ол қаланың ортасында тұрып, бұл жерде оған орын жоқ екенін түсінді. Оның барар жалғыз жері бала кезінде тастап кеткен, ұмыт болған шағын ауылы мен қарт анасы ғана. Майра бұрын ауыл артта қалған жер деп мұрнын шүйіретін. Бірақ қазір сол ауыл ол үшін жалғыз құтқарушы кемедей көрінді. Ол соңғы тиындарына автобусқа билет алып, белгісіздікке, бірақ өз тамырына қарай жол тартты. Оны ауылда не күтіп тұр? Анасы оны кешіре ме? Әлде ауыл жұрты таспен атып қуа ма? Бұл сұрақтар Майраны жол бойы мазалаумен болды. Автобустың терезесінен көрінген таныш жолдар Майраның жүрегін тілім-тілім етті. Ол бұл ауылдан 15 жыл бұрын бақыт іздеп үлкен қаланың жылтырағына алданып кетіп еді. Енді міне, қанаты сынық құс секілді, бар абыройынан айырылып қайта оралды. Автобустан түскенде ауыл адамдары оны бірден таныған жоқ. Бірақ Майраның кірлеген киімі мен жүдеу түріне қарап, бір-біріне сыбырласа бастады. Ол басын төмен салып, балалық шағы өткен ескі үйге қарай бет алды. Әрбір қадамы оған салмақ салғандай, жер соғып келе жатты. Ескі шарбақтың есігін ашқанда, аулада отын жарып жатқан қарт анасын көрді. Анасының белі бүгіліп, шашы аппақ қудай болып кетіпті. Майра табалдырыққа жете беріп, тізе бүгіп құлады. Анашым.
Кешір мені, Майраның дауысы өксіктен шықпай қалды. Анасы қолындағы балтасын тастап көзіне сенбей ұзақ қарап тұрды. Ол Майраның қаладағы патшайым өмірін естіп мақтанып жүретін. Ал мына алдында тұрған жүдеу әйел оның сол баяғы ерке қыз екеніне сенгісі келмеді. Бірақ ана жүрегі бәрін сезді. Ол Майраны тұрғызып, бауырсақ иісі аңқыған үйге алып кірді. Келдің бе, балам? Кешігеріңді біліп едім, деді анасы дауысы дірілдеп. Сол түні Майра бәрін айтып берді. Күнәсін де, қателігін де, Асқардың қуып шыққанын да жасырмады. Анасы үнсіз тыңдап, тек ауыр күрсінді. Ол Майраны ұрысқан жоқ, бірақ оның үнсіздігі қамшыдан да қатты батты. Ертеңнен бастап жаңа өмір бастайсың. Бұл ауылда өсекте көп, қиындықта көп. Сіңді басып шыдауың керек, деді анасы төсек салып жатып. Майра көп жылдан кейін алғаш рет таза төсекте, бірақ ең ауыр жүрекпен ұйқыға кетті. Оны алда ауылдың қатал сынағы мен еңбекпен емделу кезеңі күтіп тұр еді. Майра үшін ауылдағы таң қаланың шуымен емес, қораздың даусымен және суық судың бет қарған суықтығымен басталды. Кешегі нәзік қолдары енді жұмсақ кремдерді емес, ауыр шелектер мен кетпенді ұстауға мәжбүр болды. Анасы Майраны аяған жоқ. Ол қызының жанын тек еңбек қана емдейтінін түсінді. Алғашқы күндері Майра қора тазалап, сиыр сауып, бау-бақшада бел жазбай жұмыс істеді. Оның қымбат маникюрінен ізде қалмады, қолдары жарылып, қақсай бастады. Мама, қолым ауырып барады деп жылағанда, анасы тек, жұмыс істе, балам. Тәнің ауырса, жаныңдағы мұңды ұмытасың деп жауап беретін. Майра көшеге шығудан қорқатын. Гүлбану тәте секілді ауылдың өсекші әйелдері оның артынан. Қалада байдың қатыны болып еді, енді міне қара су ішіп отыр. Оңбаған екен ғой, деп сыбырлайтын. Майра бұл сөздерді естігенде жерге кіріп кете жаздайтын. Бірақ іштей, жазағалық деп өзім ба. Ол ешкімге тіл қайтармады, тек басын төмен салып, жұмысын жалғастыра берді. Бірнеше айдан кейін Майра өзгерді. Ол ауыр физикалық еңбектен қашпайтын болды. Қарапайым қара нан мен айранның дәмі ол үшін ең қымбат мейрамхананың асынан да тәтті көрінді. Ол түнде шаршап келіп, жастыққа басы тие бере ұйықтап кететін. Бұрынғыдай түн ортасында үреймен ояну, әлиді ойлап өкіну бірте-бірте азая бастады. Майраның жанарында бұрынғы жылтырақ емес, терең бір сабырлық пайда болды. Ол өз күнәсін қара жермен, қара еңбекпен жуып жатқандай еді. Майраның ауылдағы тіршілігі тек қара жұмыспен шектелмеді. Оның жүрегіндегі өкініш оты енді айналасына жылу сыйлауға деген құлшынысқа ұласты. Ол өз күнәсін тек еңбекпен емес, адамдарға жасаған жақсылығымен өтегісі келді. Мектептегі алғашқы қадам. Бір күні Майра ауылдық мектептің жанынан өтіп бара жатып, ағылшын тілі пәнінен мұғалім жетіспей жатқанын естиді. Қалада жүргенде бірнеше тілді меңгерген, білімі жоғары Майра мектеп директорына барып, тегін көмек көрсетуді ұсынады. Алғашында ауыл адамдары қаладан қуылған қатын баламызға не үйретеді деп күдікпен қарағанымен, Майраның сабырлығы мен білімі олардың сезімін бітті. Жетім мен жесірге сүю. Майра сабақтан бос уақытында ауылдағы жалғызбасты қарттар мен мүгедектігі бар жандардың үйіне барып көмектесе бастады. Ол біреуінің үйін жинап, екіншісіне тамақ пісіріп, үшіншісінің көңілін сөзбен аулады. Ол бұл істері үшін ешқандай ақы сұрамады. Менің қолымнан келетіні осы. Егер менің көмегім біреудің жүзіне күлкі сыйласа, бұл менің жаныма ең үлкен ем деп ойлайтын ол. Ауылдағы Гүлбану тәте секілді қатал сыншылардың да көзқарасы өзгере бастады. Майраның ешкімге тіл тигізбей, тек жақсылық жасап жүргенін көрген жұрт оны бұрынғы Майра емес, мейірімді Майра деп атай бастады. Ол өзін кешіруге әлі дайын болмаса да, айналасындағы адамдар оны бірте-бірте өз ортасына қабылдады. Майраның есімі енді өсекпен емес, сауапты істермен байланыстырыла бастады. Ауылда өткен 2 жыл Майраны танымастай өзгертті. Оның жүзіндегі тәкаппарлықтың орнын терең мұң мен сабыр басқан еді. Алайда оның жанын емделмейтін жарадай мазалайтын бір ғана нәрсе қалды, ол балаларының алдындағы қарызы мен кінәсі болатын. Анасының батасын алып, Майра соңғы жинаған ақшасына қалаға билет алды. Ол баяғыдай зәулім үйге барып, билік жүргізуді армандаған жоқ. Оның жалғыз мақсаты өз күнәсін мойындап, перзенттерінің алдында тізе бүгу еді.
Қалаға жеткенде таныс көшелер мен биік ғимараттар оған мүлдем бөтен, суық болып көрінді. Ол баяғы өзі тұрған үйдің шарбағының қасына келді. Көп күтті. Ақыры қақпа ашылып, Асқардың көлігі көрінді. Көліктен есейіп қалған ұлы мен қызы шықты. Майраның жүрегі кеудесінен шығып кете жаздады. Ол алға қарай бір қадам жасады, бірақ күзетшілер оны тоқтатпақ болды. Асқар көліктен түсіп алдында тұрған қарапайым киінген әйелді бірден танымады. Асқар, маған ештеңе керек емес. Тек балаларға айтарым бар, деді Майра даусы дірілдеп. Асқар оның жүзіндегі шынайы өкінішті көріп күзетшілерге белгі берді. Майра балаларының алдына барып тізе бүкті. Ол ақталған жоқ, өтірік айтпады. Мен сендердің алдарыңда үлкен күнә жасадым. Аналық атыма кір келтірдім. Сендерді тастап кеткенім үшін емес, сендерді осындай күйге түсіргенім үшін мені кешіріңдерші, деді ол көз жасына ерік беріп. Балалары үнсіз қалды. Олар үшін бұл өте ауыр сәт еді. Асқар да үндемеді, бірақ оның жанарынан бұрынғыдай жек көрушілік емес, аяныш сезімі байқалды. Сол күні Майра бәрін қайтара алмаса да, ең бастысы, шындықты айтып, жүрегіндегі тасты түсіргендей болды. Ол балаларының кешірдік деген сөзін естімесе де, олардың көзіндегі мұңның азайғанын көріп, іштей тынышталды. Майра қаладан ауылға мүлдем басқа адам болып оралды. Оның иығынан жылдар бойы басқан ауыр жүк түскендей, жүрегі жеңілдеп сала берді. Ол өзінің өткен өмірін, жасаған қателігі мен күнәсін өшпес тарих ретінде қабылдап, болашаққа нық қадам басуға бел буды. Ауылдың шетіндегі төбенің басында отырып, Майра батып бара жатқан күнге ұзақ қарады. Ол енді қаланың жасанды жарығын емес, табиғаттың шынайы сұлулығын бағалайтын болған. Оның киген халаты мен басына тартқан ақ орамалы тек сыртқы бейнесі ғана емес, оның ішкі тазалығы мен қарапайымдылығының символына айналды. Ол баяғы алтын тордағы Майра емес, өз тағдырының шынайы иесі еді. Майра ауыл мектебіндегі жұмысын жалғастырып, балаларға тек білім беріп қана қоймай, өмірдің құндылықтары туралы сыр шертетін болды. Ол жастарға адалдық пен кешірімнің маңыздылығын өз өмірінен мысал келтіре отырып түсіндірді. Оның сабақтары тек оқулықпен шектелмей, адамгершілік мектебіне айналды. Ауылдастары оны енді тек мұғалім емес, ауылдың ақылшысы ретінде құрметтей бастады. Күндердің бір күнде Майраның үйіне хат келді. Бұл оның есейіп қалған ұлынан келген хат еді. Хатта: анашым, біз сізді түсінуге тырысып жүрміз. Сіздің ауылдағы жақсы істеріңіз туралы естідік. Жақында қасыңызға барып қайтқымыз келеді деп жазылған. Бұл бір ауыз сөз Майра үшін әлемдегі ең үлкен марапат еді. Ол өзінің кешірімге лайық екенін және өмірінің текке өтпегенін сезінді. Романның соңында Майра анасымен бірге дастархан басында отырып, ыстық шай ішіп отырады. Анасының жүзіндегі ризашылық пен Майраның көзіндегі тыныштық бұл ұзақ әрі ауыр жолдың қайырлы соңы еді. Өмір үлкен мектеп екен, анашым, деді Майра күлімсіреп. Иә, балам, ең бастысы қателігіңді түсініп ақ жолға түсу, деп жауап берді анасы. Майраның хикаясы осылайша өкінішпен басталып, үмітпен аяқталды. Ол өзінің күнәһар есімін өшіріп, кешірімді және мейірімді деген атқа ие болды. Жаңа парақ ашылды, ол парақ енді тек жақсылықпен толтырылатын болады.